Ұстаз мәңгі нұрдың қызметшісі. Ол барлық адамның ойы мен қимыл әрекетіне ақылдың дәнін сеуіп, нұр құятын тынымсыз лаулаған жалын иесі. Ұстаз қоғамның тірегі, қоғам тұлғаны жетілдіреді, ал тұлға қоғамды гүлдендіреді. Сондықтан қоғам даму үшін білім беру мәселесі аса маңызды. Жеке адам қоғамға ұжым арқылы енеді демекші, мен де осы қоғамның бір мүшесі. Мен Мұратова Әсия Мұратқызы, Абай атындағы Шығыс Қазақстан гуманитарлық колледждің мектепке дейінгі тәрбие және оқыту мамандығының арнайы пәндер оқытушысы, педагог, зерттеушімін. Ғұлама ғалым Әл-Фараби айтқандай, тәрбиесіз берілген білім адамзаттың қас жауы демекші, тектілігі тереңнен тамырлаған бала тәрбиесіне білім ұясында ерекше мән берілген. Осы мақсатта ұлттық құндылықтарды білім алушылардың бойына сіңіріп, насихаттап дәріптеуде әртүрлі іс-шаралар, семинар, конференциялар мен пән бірлестіктердің апталықтары ұйымдастырылды. Колледжшілік, облыстық, республикалық байқауларға қатысып, ұстаздық шеберлігімізді шыңдап, жүлделі орындарға ие болдық. Ұстаз мәртебесін көтеретін сол ұстаздың өз кәсіби біліктілігі. Қазіргі қоғамда кәсіби жағынан білікті, өз ісінің шығармашылығы мен іскерлігін үнемі көтеріп отыратын, заман талабына сай, құзыретті, жаңалыққа толы жақын, креатив ұстаз ғана қоғамда жоғары мәртебеге ие бола алады. Әлеуметтік серіктестік сапалы маман даярлаудың қозғаушы күші. Қазіргі таңда серіктестермен бірлесе отырып, нарық заманында бәсекеге қабілетті, жаңа инновациялық технологиялық бағдарламаларды меңгеруге дайын мамандарды даярлаудамыз. Колледжімізде екі жақты меморандумға отырғызылған Қырғызстан Республикасының Бішкек қаласының Таштан Ерматов атындағы Бішкек музыкалық педагог колледжімен бірлесе отырып жүргізілген мектепке дейінгі білім беру жүйесіндегі инновациялық іс-әрекет тақырыбындағы ынтымақтастық халықаралық вебинардың негізгі мақсаты мектепке дейінгі білім беру жүйесіндегі инновациялық іс-әрекет жағдайында оқыту үрдісін ұйымдастыру бойынша тәжірибе алмасу еді. Бүгінгі таңда WorldSkills қозғалысының қолдауымен көптеген іс-шаралар, соның ішінде аймақтық және ұлттық чемпионаттар өткізіліп тұрады. Білім алушылардың инновациялық іс-әрекеттерін сайыс талаптарына сай дағдыландыру, әдістемелік көмек беріп, ақпараттық коммуникациялық дайындықтарын шыңдаудамын. Бірнеше жыл қатарынан облыстық чемпионаттан бірінші орын иеленсек, республикалық WorldSkills ұлттық чемпионаттан 2 жыл қатарынан үздік маман номинациясын иелендік. Студенттермен бірге қайырымдылық акциясына қатысу біздің колледждің міндетті шараларының бірі. Мейірімді, қайырымды болу адамдарды жақындастырады. Педагог өз шеберлігін ұдайы шыңдай отырып, қоғамға белсенді қызмет етуі қажет. Балаға деген мейірімге толы, адал жүректі әр педагог өз ісінің майталманы.